Напөксің ба? Бізбен жүр. Сенің әкең көргісі кеп тұр. Өзің жүресің бе? Әлде күш қолданайық па? Күш қолданайық дейсіз бе? Мына жер тез жауып шыға ма, братан, сыртта күте тұрсаңыздар болады. Тез. Жарайды. Сыртта күтеміз тездетіп. Болды. Жағалар, көрсінек жағалар дұрсын. Кәс шыға ма, братан, Бізді кедейлік, тағы тақтан түнек, жарық бар білек, шешімі еңбек, айту үшін болашақта келемін еңбек, сені үйгене керек, мама үйгене керек. Рус, сука, швери, сука, Рус, мен мапох, бля, братан, мен мапох. Мапох, не арысыйыршы? Бля, білмеймін, мужик, кеп әкет қолды қолымға, сука. Сен не арышы? Бля, мен де алып кетті клубтан кейін, бля, бір мужиктар. Ебать, нормально бәрі? Нормально. Сендерді мәкен күтіп отыр. Басеке, алып келдік. О, қош келдіңдер менің қонақтарым, құрметті. Думан, не масқара мұны? Менің қонақтарыма сендер не істегесіңдер? Кешіріңіздер. Қалай кешіріңіз, Қалай кешіріңіз? Сенің үйіңе келген сыйлы қонақты осылай ұрып тастасам, саған приятны ма? Жоқ әрине. Рус, Апоқ, ақымақтар үшін мен сендерден кешірім сұраймын. Егер денсаулықтарына бір зиян келсе, мен шығынын өзім өтемін. Сіздер кімсіздер? Бізді қайдан танисыздар? Сіздерді танымайтын адам бар ма бұл жалғанда? Сіздер деген генийсіздер ғой. Ал біз болсақ, 30 жылда жете алмаған дүниеге сіздер бір-ақ айда жеттіңіздер. Түсінбедім. Менің есімім Мақсат Мұратұлы. Қош келдіңдер менің үйіме. Менің есімімше сендер қаланың тақ ортасынан қорықпай есірткі сатып айдасып байып жүр екенсіңдер. Біз қазір ондай тірлікпен айналыспаймыз аға. Солай ма? Менің сіздерге деген керемет ұсынысым бар еді. Сіздер де байсыздар, сіздердің арқаларыңызда мен де жақсарып қаламын деп ойлаймын. Ах, өкінішті. Амал бар ма? Жауғанға. Ақыр келген екенсіздер. Жүріңіздер, менің үйіме кіріңіздер. Қонақ болып кетіңдер. Жүріңіздер. Алыңдар, жігіттер, алыңдар. Ұялмаңдар. Сендердің жастарында тамақты көп ішу керек, энергия көп кетеді. Алыңдар, ұялмаңдар. О, қызым. Как дела? Жақсы, жаным, өзің қалайсың? Жақсы. Бәрі нормально ма? Иә. Ол менің барым да байлығым да Наргиз. 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 Біз Наргиз деп еркелетеміз. Бұл екі жігіт менің қонақтарым. Не только қонақтарым, әріптес боламыз деп ойлап едім, бірақ ол ойым жүзеге аспай қалды. Аға, рұқсат болса, біз жүрейік. Аз жетіңдер ғой. Жақсы, рахмет, нормально бәрі. Жарайды онда, егерде уақыттарын алған болсам, онда мені айыпқа бұйырмаңдар. Онда мен көмекшілерімді шақырайын да, сендерді апарып тастасын. Жоқ, әуре болмаңыз. Өзіміз жетіп алайық аға. Өзіміз. Жақсы. Ал мен демейсің? Иә, құдай жас арқаңа байлық. Бля, братан, біріншісінде қарызымнан құтылайшы дедім, көмектестім, мақұл. Екіншісінде ешкімге жалтақтамай нормально өмір сүрейік дедім. Мақұл, оған да көндім. Үшіншісі артық болады, братан, көтімізді қысайық.
Еркек шайтан мен саған. Мапоқ, тәуекел ету керек. Білесің, қорқаға бересің. Адам қорқса, еш нәрсе жетпейді, білесің ба соны? Братан, мен қалаға актер боланып келген адаммын. Оқуға түсуім керекпін. Наркотик сату үшін келген жоқпын қалаға. Мапоқ, әлі 1 жылың бар емес па? 1 жылда не істейсің сен? Ақшаны қаяқтан табасың? Оқуыңа кім төлейді сен? Басқа да жұмыстармен айналысуға болады негізі. Садись. Сен не бұрын соңында алып көрмей адам тұсап. Постоянно кімнен алып жүрсің? Айт. Мен бірінші рет алып тұрмын, братан. Еркек шайтан, братан, бірінші рет алып тұрмын. Хорошо, бірінші рет алып тұрса, онда за хранение и употребление наркотических веществ 7 жылдан 15 жылға келесің. Сен бізге не зақу керек емессің конкретно айтқандышы. Сен просто жайдан жай 7 жылға кетіп қалайын тұрсың қазір. Лучше сен айта сал бізге. Болды ғой. Ана жолға жақтағы адамдардың айтсаң болды бізге. Кім дейсің? Айтса я сайпа! Мен бірінші рет алып тұрмын, братан, серьезно, білмеймін. Еркек шайтан, братан. Понятно. Ладно. Хорошо. Ей, бетіңе не болған? Ата төбелесіп қалдың бағана. Төбелесіп қалдың ба, жоқ әлде таяқ жеп келдің бе? Қайдағы таяқ жеген ата? Ей, байқасаңдаршы айналайын, сендердің қалай төбелесетіндеріңді білем ғой. Сендердікі сол пышақ тығып алу, атып тастау, жабылып тепкілеп кету. Айналайын, төбелестеп мына біздің кезіміздегі төбелес айтсаңшы. Бірге бір шығасың, тістемейсің, тырнамайсың, шашынан жұлмайсың, пышақ ату деген о кезде атымен жоқ. Жайып бірге бір шығасың, төбелесесің. Содан кейін бірінші қан шыққан кезде тоқтайсың. Сөйтіп қолыңды алып, кім мықты екенін сол жерде ажыратып аласың. Ой, қойшай, сендердікі жай қатындардікі сияқты ғой. Ой, ата, ондай жоқ қой бізде. Шай іштіңіз ба? Шай ішем, жүр. Жүр сонда шай ішем. Мапоқ, қолың жүр. Осы сендер не жұмыспен айналысып жүрсіңдер? Ой, не жұмыс не ата, сол өзіңіз көрген бургер ғой. Бургер? Сонда сопеледен осыншама табыс тауып жатсыңдар ма? Айғасынан бүкіл қарызыңнан құтылдың. Үлкен жерге көшіп келдің. Күнде бір киім киіп астыңа көлік міндің. Шындарыңды айтыңдаршы. Точно адал жұмыс жасап жатсыңдар ма? Да, ата, енді шүкір қазір сауда бар, адам көп. Қолың жүріп жүр ме деміне? Бұрын неге жүрмеген қолың? Осы квартираның ақшасын зорға дегенде төлеп жүрген жоқпыз ба? Енді ата, қазір Мапоқ келді, новый меню құрдық, новый бизнес план құрдық. Руслан, балам, мен бұрынғыдай қазір жас емеспін. Сен де үлкен жігіт болдың. Кіммен араласып, кіммен серіктес болып жүргеніңе мән бер. Әрбір істеген ісіңе басқа ешкім емес. Өзің ғана жауап бересің. Адал жатып, адал тұр айналайын.
Әрине ата, менің жайлы вообще уайымдамақпаңыз. Одан да мына Мапоққа ақыл айтсаңызшы. Бұл не бүлдірді? Ой, бұл бір қызға ғашық болып, менімен вообще араласпайды екен. Ой, не дейді? Дұрыс қой еді. Қыз бен жігіт болып, қыдырсаң, үйленсең, жастарыңда тайқазанның жасына жуықтап қалды ғой деймін, Мапоқ, бірау Русланға да бір қыз тауып берші. Бұған салсаң өмір бақи үйленетін түрі жоқ бұның. Бұдан бірінші сіз үйленесіз ата. Екеуі, ұрсама десе, маған жабылып кеткендер. Сол үшін алып қойырсақ қойсын. Ай, балдар, ай. Жастықтары қалмайды ғой. Шай ішіп бәр. Болдың ата. Қойын ба? Жоқ. Болдыңдар ба? Ой, бәрекелді. Өз отым өзіме алды. Бара беріңдер. Жұмыстарға бара қойын. Мапоқ, неге сен осы бай болғың келмейді? Братан, маған осы өмір ұнайды. Ешкімге мұқтаж емес. Жақсы ғой. Енді өзің ойлашы, не кием, не жейм, қайда тұрам, дым уайымдамайсың. Қалған кезде шетелге кетіп қалсаң да болады. Кайф емес па? Кайфына кайф қой, братан. Бірақ жүрегім тап кетті, қорықтым мен. Вот именно сол қорққаннан кейін біз әлі бай емеспіз. Братан, ана мақсатың маған вообще ұнаған жоқ. Енді оның бізге ұнағаны, ұнамағаны вообще маңызды емес. Главное, сол сияқты жағдай жасап алсақ, болды, қалған көре жетеміз. Білмеймін, братан, мен ұйқым келіп ұйықтаймын. Жүгірмек, тұрдың ба? Рус қайда ата? Русланды білмеймін. Таң атпай ерте тұрып киініп алды да көшеге шығып кетті ғой. Кел, шай іш. Шыққа кетіп ол. Ерсе келіп қойған жоқпын ба, кеше дұрыстап үлгермедім сөйлесіп. Ол кісі келе жатыр. Отырыңыз. Кешегіден қалған шайды ішіп кетуге келдіңдер ме? Саламатсыз, қайырлы таң. Қайырлы таң. Кеше сендер менің әкемді қатты ренжіттіңдер. Мен саған по секрету айтайын. Менің әкем өзін ренжіткендерді, көңілім алдырғандарды жек көрді. Мен сол түнімен ұйықтай алмай бүгін дұрыстап сөйлесуге келдім. Мамамды жеке қалдыршы. Немен айналысасың? Сол бургерный үйім бар. А если честно? Серьезно? Сен сонда менің әкем, сен бургеріне қызығып, или мен ақмақ көріп тұрсың ба? Қалай айтсам болады? Осы ма? Аздап ол да бар. Көресің? Жоқ, рахмет. Дұрыс. О, Руслан мырза. Қызым менің келе ғой. Уағалайкум ассалам. Ертелі келетіңіз неге ескертіп айтпадыңыз? Мен сізді ешқайда кетпей күтіп алатын едім. Күттіріп қойғаныңыз үшін кешірім сұраймын. Жоқ аға, наоборот, сізді ренжімеңіз, ескертпей келіп қалдым. Ал, не шаруа? Құлағым сізде. Шаруа болғанда аға былай ғой. Қысқасы, мен сізбен жұмыс істегім келеді.
О, сіз мені қатты қуантып тастадыңыз, Руслан мырза. Иә, кеше сәл-пәл ренжігенім біраз. Бірақ менің ішім сезді сіздің келетініңізді. Просто таңертең келіп сені көріп кетейін деп келдім. Рахмет келгенге. Рус көрінбейді ғой қайда? Рус таң атпай кетіп қалған. Айтпақшы, кеше өміріміз кино болды. Короче, мына жерде жүрген ғой, мына тазалап ары-бері жүрсем, дәуде 3 бала келеді ғой, бүйтіп қалған ішеу келеді. Бізбен бірге жүріп жақсы істеп шақырып, маңқылдайды маған. Бармайым деп арға дальше тәмекін істей беремін ғой. Жой жүріп нәрсе деп маған күш көрсетеді. Сосын? Стойкымды ұстадым. Білесің ғой мен? Бұрақ да алды көрші. Орып атым көрші. Үш жаққа жайлап тұрсам. Бейтіп атсам, біреу ішіне есім жатты. Бұрақты жалынады ғой маған. Жеші, пожалуйста. Бастықтар бармаса анау. Орамал сондай нәрсе болып тұр ғой. Жалынады. Әрең машиналарына сабалады ғой мен. Барсам бастықтар үлкен кісі екен. Рус жақта. Бірақ русты ұлып тұстаған. Білесің ғой енді рустың шамасы мен сияқты емес ғой енді. Рус ұлып тұстаған. Аман ба хоть? Да, аман ғой. Еркіп болған екен болады ондай нәрсе. Не отыр деп сұраймын ондай енді. Білесің ғой, главный ғой. Не отыр деп сұрасам, бірге жұмыс істейік, партнер болайық, мәселесі. Жеу ғой деп рус екенбіз кетіп. Так, мен түсінбедім, сонда ол кісі не дейді? Бірге бургер жасайық дей ма? Білмеймін. Не қаласың ғой, өзіңде не отыр? Ой, менде не қызық болсын, менде сол. Жұмыс үй деп жүрміз. Мапох, сөйлесу керек. Айта берсіз, братан. Сөйлесу керек де, Мапох. Ладно, онда мен қайта берейін, я? Жұмыстарым шығып қалды аяқ асты. Хорошо, жақсы әсел. Хабарласамыз ғой. Давайте. Бля, братан, только келсін демеш. Енді, не дейсің? Братан, мынау сен ең бірінші көмектесуің үшін. Сол үшін. Еркек секілді, братан. Мен қанаттарым кеспеш, менде де арман бар, өзгеру тым кеш, маған тағым тым түкпеш. Бұл жолы шығат уәде беріп тексенш, досым сен қиын кезде кетпеш. Сенің қолдауын маған қажет, көмектес, сүйіктім